Баламды осы сөз үшін баламмен қоштасып кетем кетерде. Ау. Қалаға барып келем бір шаруалармен. Ертең тас әкелуім керек. Кетіп баратын сен қалай, а? Ертең келем бұйырса амандық болса. Иә, ойнай беріңдер. Бастықтан шақырып жатырмыз. Иә, шақырып жатыр, қазір келем. Ертең келем. Пока, я. Әке, жолмасын. Аумин. Рахмет. Әке, аман десін, жеті бол. Аумин. Жақсы балам. Рахмет. Балам, аман есен жетіп ал. Аумин деген, ана, жолым болсын деген сөз үшін қоштасам баламмен әркез. Осы балам періштесі қорғайды. Видео қандай әсерлі, иә? Қандай керемет. Жүректі жылтып жібереді, және анау тәтті баланың тілі бір жаныңды емдей ма, бір қуаныш сыйлайды, әдемі. Иә, әрі жаңа айттым ғой, күннің суығына қарамастан қазір біз сізді жылдық қоямыз деп ек, жүрегіңізге дейін жылдық қойдық деп айта берейікші. Осы видео авторы әрқашан жол жүрген сайын баласымен қоштасып кетеді екен. Бұл дәстүрді толығырақ айтып беру үшін дәл қазір Асан Амандықұлымен және баласы Тәуекел Амандықұлымен эфирге онлайн қосылсақ деп отырмыз. Ол кісілер бізді тағатсыздана күтіп деп отыр. Бізде қуана қазір дәл қазір қосыламыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн, армысыздар? Асан мырза, қателеспесем, иә? Иә, дұрыс. Иә, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте керемет. Әдемі видео, жаңа айтып жатырмыз, жүрегімізге дейін жылып сондай бір ерекшеміз деп, ерекше толқып тұрмыз деп. Сонымен бұл видеоны түсіргендеріңізге жалпы қанша уақыт болды? Бұл видеоны түсіргенімізге бір 3-4 айдың шамасы болды. Сол бір қалаға шаруалармен, Ақтөбе облысы Қобда ауданында тұрамыз біздер. Ақтөбеге шаруалармен кетіп баратқан кезде баламмен қоштасам, видеоны түсіріп жатқаныңды көрсең, бұл ұялып сөйлемей қалады. Әдейі камераны тығып қойып қоштасып кетіп едім ғой баламмен. Соған жаңа шынайы эмоциясы, өзінің қоятын сұрақтарын барлығын мүдірмей сол жерде айтты. Сөйтіп, әркез естіп шығып баратқан кезде қоштасамыз, сөйтіп жолым болады ше, бандай бір бала періште ғой, енді қабыл болады. Тамаша. Тәуекел, естіп тұрсың ба бізді? Тәуекел өте сабырлы, сондай жігіт болып өсейін деп тұр. Неше ұлдарыңыз, балаларыңыз, неше бала-шағаңыз бар? Жалпы 3 балам бар, 2 ұл, 1 қызым бар. Тәуекел ортаншысы, балабақша тәрбиеленушісі. Осы Тәуекелмен ғана осылай сөйлесіп жүрдіңіз ба? Бұрын үлкен балаңызбен де сөйлесетін бетіңіз сөйді? Бестемін дейді. Мен де бестемін, Тәуекел. Әлеуметтік желілерге, TikTok, Instagramға салуды осы Тәуекелдің кезінен бастадық, сала берейікші деп. Болашақ, ең басында салу себебіміз, болашақта өздері үлкен азамат болған кезде естелік болар, өздерінің балаларына көрсетер деген. Онымен видео сала бердік, барған сайынна баланың қылығы тәтті болған соң, әлеуметтік желіде миллиондаған просмотрлар жинап, бұл жігіт қазір танымал болып кетті. Сол көп видеолары. Сөйтіп, қазір енді сол тренд бағытында, танымалдылық бағытта кейде видеолар түсіріп салып тұрамыз. Керемет. Асеке, енді сізді жалпы біздің замандастарымызды, аналарымыз әкең келе жатыр. Әкең келсе енді қазір аямайды сені деген сияқты қаталырақ әкенің образын солай беріп, солай өсірді ғой енді шыны керек. Ал жалпы сізге бұндай ерекше дәстүр туралы идея қалай келді? Алғашқыда бір рет түсіргеннен кейін оны жалғастыру деген сияқты. Әлде жалпы өзіңіздің әкеңізді дәл осылай сізге бала күніңізден ерекше осындай бір дүниелерді ойлап тауып осылай өстіңіз ба? Әрине айтады ғой, әлемді өзгерткің келсе бірінші өзіңнен баста деп. Сол өзіміз кішкентай бала болған кезде осы ата-анамыздың тәрбиесін алдық, осылай үйрендік осындай нәрселердің барлығын. Содан кейін барып, енді өскелең ұрпақ, өзіміздің отбасымыздағы балаларымыз, ұл-қыздарымызды тәрбиелеу мақсатында осылай жалғастырып келе жатырмыз. Ұрпақтар сабақтастығы дейді ғой.
сөйтіп Қазақстанның болашағы, еліміздің ертеңі осы жастар болғандықтан, жастарға біздердің қасиетті парызымыз ол дұрыс тәрбие беру, адамгершілікке баулу, еңбекке баулу деген секілді. Тамаша. Сөйтіп осындай шынайы эмоцияларын видеоға түсіріп, жиі салып отырамыз, көп уақыт болды салып отқанымызға. Тамаша. Тәуекел, естіп тұрсың ба бізді? Әкең жақсы деп қоштасып кетіп, сосын келерде саған тәтті-пәтті кәмпит-мәмпит алып келе ма, әлде құр қол келе ма? Не алып кел деп айтасың? Айт, не сұрайсың, айтесің, не сұрайсың? Шығарып салар кезде. Аттырай. Кәмпит. Кәмпит. Жарайсың. Тамаша. Көп рахмет, Асеке. Ұлықпан ұрпағымен мың жасаған дегендей, Құдай қаласа алдағы уақыттарда немереңізге осылай қоштасып, жақсы немерем, мен кетіп бара жатырмын, Құдай қаласа келісеміз деп осы дәстүр жалғаса беруіне тілектеспіз.